вермишельді ұсақтап осындай қып-қызыл қылып қуырып аласыздар. Майды көп құймайсыздар, азғантай ғана. Сонымен вермишельдің өзі әдемі қызара осындай қызыл болып шығады. Енді мынау тек тауықтың несін, филесін алып, өзін жеке қуырып жатырмын. Өзін бөлек қуырамыз. Осындай пиязымен, пияздың әбден дәмін шығару үшін әбден қуырып аламыз. Дәмі шығады, сүгідет пияздың әдемі. Одан кейін филені салып, осындай қызыл қылып қуырамыз да. Мынау су қайнағаннан кейін алдын ала қуырылып алған вермишелімізді саламыз. Тұзын, дәмдеуіштерін өздеріңіз қалауыңызша саласыздар. Burada көріп тұрғаныңыздай рассыпчатый болып шығады мына вермишель. Тыңдармандар, қымбатымыздың арнамыздың көрермендері, қазақтың нан палауы. Біздің бала кезімізден осылай жегенбіз. Мынау үстіне тауықтың еті міне қандай керемет тамаша. Міне дәмдеткіштер. Мынау онша әші болмай жасалған. Мынау өте қатты әші. Қалағаныңызша осылай саласыздар. Сонан соң жесеңіздер, енді бұл тамаққа жететін тамақ жоқ. Bismillahirrahmanirrahim.